Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған эстафетаны Алматы облысының тілдерді дамыту басқармасынан және Батыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасынан қабылдап, Абай атамыздың 7-ші қара сөзінен үзінді оқуға рұқсат етіңіздер. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақүй бола алмайды. Хам өзі өспейді, қуат таппайды. Екіншісі білсем екен демекілік. Бұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, тетігін тапта бар қалан. Мен көрдім ұзын қайың құлағанын, басырып қара жерге сұлағанын, жапырағы сарғайып өлімсіреп, байғұстың кім түсінсін жылағанын. Мен көрдім ойнап жүрген қызыл киек, кеудесіне мылтықтың оғы тиіп, қалжырап қаңсыраған қабақ түскен. Кімге батар ол байғұс тартқан күйік. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Өнерсіздің қылығы тура сөзін айталмай, қитетуге баталмай, қорлықпенен шеруге. Құлақтан кіріп бойдалар, жақсы әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Өз кезегінде осы эстафетаны Ақтөбе және Атырау облыстарының тілдерді дамыту басқармасына және Батыс Қазақстан облысының ішкі саясат басқармасының басшысы Даумов Нұрлыбек Жасқайратұлына және өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталық акционерлік қоғамының филиалы Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының басшысы Измұхамбетова София Салахаддинқызына және олардың ұжымдарына жолдаймын. Келесі эстафетаны Батыс Қазақстан облысының ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету және архивтер басқармасының ұжымына, сонымен қатар даму кәсіпкерлікті қолдау қорының ұжымына және Батыс Қазақстан облысының өңірлік кәсіпкерлер палатасының ұжымына жолдаймыз.